Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында оңай жасалатын пряниктің рецептімен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді арнаның дамуына қолдау білдіріп, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Бізге ең алдымен ұн және қант екеуін жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ыстық сүтімізді құйып араластырамыз. Енді сұйық май және 2 жұмыртқа кетеді. Бір жұмыртқаның барлығын қосып, екінші жұмыртқаның сарысын саламыз, ал ағын бетіне глазурға алып қоямыз. Алдымен ұнға разрыхлителді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын ыдысымызға салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды илеп болғаннан кейін, дәл осындай жұмсақтықта болуы керек. Одан кейін жарты сағатқа бетін жауып алып қоямыз. Жарты сағат тынған қамырымызды дәл видеодағыдай етіп, жайып, орташа қалыңдықта болуы керек. Сосын осылай бокалдың көмегімен домалақ етіп бөліп алдым. Осы аралықта біз пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз және де ыдысымызға жайластырып салып аламыз. 20 минут пісіреміз. Енді глазур дайындаймыз. Өте оңай. Жаңағы жұмыртқаның ағына қантты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, ағартып, көбік дайындап аламыз. Енді піскен пряниктеріміздің үстіне жағып шығамыз. Және де ол 5-10 минутқа тұруы керек. Осымен біздің пряниктеріміз дайын. Үй жағдайында өте оңай, қарапайым, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Магазиндегі пряниктерден кем түспейді. Үйде балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Сіздерге де жасауды кеңес етемін. Өте дәмді болып шығады. Достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Және де өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.